Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қызылшадан жасалынатын салат жасаймын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен сәбізімізді пісіріп аламыз. Осылай ұзынша етіп, 4 бұрыштап турап шығамыз. Туралған сәбізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді қызылшаны тураймыз. Қызылшаны да алдын ала пісіріп алдық. Міне осылай тура сәбіз сияқты ұзынша етіп 4 бұрыштап турап шығамыз. Туралған қызылшамызды сәбіздің үстінен саламыз. Енді асылған жұмыртқа, яғни піскен жұмыртқа 4 бұрыштап турап шығамыз бұны да. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді 100 граммдай кукуруза саламыз. Қалауыңызша тұз, бұрыш. Бір жарым ас қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Бұл салатқа филені де қуырып, табаға майдалап турап қуырып салып жіберсеңіздер де болады. Өте дәмді болады. Міне бұл бір тарелкаға арналғандықтан, осылай бір талдан, бір қызылша, бір сәбіз, бір жұмыртқадан. Егер сіздер көбірек істесеңіздер, көлемін 2 есе ұлғайтсаңыздар болады. Міне айналасын осылай қытырлақ чипсилармен сәндеп шығамыз. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздермен болған Эльмира, астарыңыз дәмді болсын.